Мысырдан шығу. 12-ші тарау. Жаратқан ие Мұса мен Харонға Мысыр елінде мына ережелерді табыстады. Бұдан былай осы ай сендер үшін айлардың басы, жылдың алғашқы айы болсын. Израильдің барлық қауымына мынаны айтыңдар. Әрбір отағасы осы айдың 10 күні жан ұясы үшін бір тоқтыдан арнап бөлек қойсын. Егер үй ішіндегі адамдардың саны бұл малдың етін толық жей алмайтындай аз болса, онда оны іргелес көршісімен бөлсін. Тоқтының үлкен кішілігін, оны қанша адамның жей алатындығына қарап анықтауларың керек. Таңдап алған малдарың қойдың не ешкінің еш мінсіз 1 жылдық еркек төлі болсын. Осы малды айдың 14-іне дейін бағып күтіп, қастарыңда ұстаңдар. Сол күні кешке қарай Израиль халқының бүкіл қауымы тоқтыларын құрбандыққа шалсын. Олар тоқтының қанынан біраз алып, құрбандық асын шейін деп отырған үйлерінің есік жақтаулары мен маңдайшаларына жақсын. Сол түні олар тоқтының етін отқа қақтап, ашытқысыз пісірілген нанмен және ащы шөптермен қосып жеулері керек. Оны не шикілей, не суға пісіріп жеуші болмаңдар. Тұтастай бас аяқтарымен, ішкі ағзаларымен қоса қақтаңдар. Таң атқанша тоқтыдан ештеңе де артылып қалмасын. Егер қалып қойса, оны өртеп жіберуі қажет. Сендер тамақтанып жатқанда белдерің буылы, аяқ киімдерің киюлі, таяқтарың қолдарыңда болсын. Тамақты тездетіп жеңдер. Бұл маған, жаратқан иеге арналған құтқарылу асы. Сол түні мен Мысыр елін аралап, ондағы адамның да, малдың да тұңғыштарын құртып, Мысырдың барлық тәңірсымақтарын әшкерлеп соттаймын. Себебі мен жаратқан иемін. Жағылған қан сендердің отырған үйлеріңді көрсететін белгі болады. Сонда қанды көріп, соқпай өтіп кетемін. Мен Мысыр елін қырғынға ұшыратып жатқан кезде, сендер бұл күйретіп жатқан соққыдан түгелдей аман қаласыңдар. Осы күн естеріңде қалсын. Бүкіл үрім бұтақтарыңмен оны жаратқан иеге арнап мейрамдаңдар. Бұл мереке туралы ережені ұрпақтарың мәңгі берік сақтасын. 7 күн бойы ашытқысыз пісірілген нан жеңдер. Алғашқы күн-ақ үйлеріңнен ашытқа таулыны шығарып тастаңдар. Осы апта ішінде ашытқымен дайындалған тамақ ішкен әркім Израиль халқының арасынан аластатылуға тиіс. 1 және 7 күндері маған бағышталған жиналыстарың болсын. Сол 2 күнді ешқандай жұмыс істемеңдер. Тек жейтін тамақтарыңды дайындауларыңа ғана болады. Осылай ашымаған нан мейрамын берік сақтаңдар. Бұл күні менің сендерді Мысырдан лек-лектеріңмен алып шыққанымды жыл сайын еске алып отырыңдар. Келешек ұрпақтарың да бұл ережені мәңгі берік ұстансын. 1 айдың 14 күнінің кешінен бастап, 21 күнінің кешіне дейін ашымаған нан жеңдер. Сол 7 күн бойы үйлеріңде ашытқы болмасын. Кімде-кім, мейлі елде туған Израильдік, мейлі жат жұрттық адам болсын. Осы аралықта ашытқымен дайындалған тамақ ішсе, сол Израиль халқының арасынан аластатылуға тиіс. Қайда тұрып жатсаңдар да, сол күндері ешқандай ашыған тағам жеулеріңе болмайды. Нанды ашытқысыз пісіріп жеңдер. Содан Мұса Израильдің күллі рубасыларын шақырып алып, оларға былай деді. Араларыңдағы әр отбасы үшін бір тоқтыдан таңдап алып, құтқарылу мейрамына арнап сойыңдар. Бір байлам сайсағыз бұтақшасын құрбандықтың қаны жиналған ыдысқа малып алып, қанын есік жақтаулары мен маңдайшасына жағыңдар. Мұнан кейін таң атқанша ешқайсыңда сыртқа шықпаңдар. Сол кезде жаратқан ие Мысырды қырғынға ұшырату үшін бүкіл елді аралап жүрмек. Сонда ол жақтаулары мен маңдайшаларына жағылған қанды көріп, сендердің есіктеріңнің қасынан
өтіп кетеді де, құртушының үйлеріңе кіріп, өлтіруіне жол бермейді. Бұл нұсқауды өздеріңе және келешек ұрпақтарыңа арналған ереже ретінде мәңгі берік сақтаңдар. Жаратқан ие сендерге табыстаймын деп уәде еткен елге кіргеннен кейін де осы рәсімді ұстануларың керек. Балаларың, бұл не қылған рәсім деп сұраса, оларға былай деңдер: бұл жаратқан иеге арналған құтқарылу мейрамының құрбандығы. Жаратқан ие мысырлықтарды қырғынға ұшыратқан кезде израильдіктердің үйлеріне соқпай өтіп кетіп, бізді өлімнен аман алып қалды. Мұны естіген халық Тәңір иеге иеліп ғибадат етті. Содан израильдіктер үйлеріне барып, жаратқан иенің Мұса мен Харонға бұйырғанындай істеді. Сол күні түн ортасында жаратқан ие Мысырдағы барлық тұңғыштарды, тақта отырған перғауынның тұңғышынан бастап, түрмеде жатқан тұтқынның тұңғыш ұлына дейін, және мал атаулының тұңғыш төлдерінде өлтірді. Сол түні перғауын, оның күллі нөкерлері және барлық мысырлықтарда ұйқыларынан тұрды. Бүкіл Мысыр зарлы жоқтау жамылды. Себебі өлім шықпаған бірде-бір үй болмады. Перғауын сол түні Мұса мен Харонды шақырып алып, жолға жиналыңдар. Израильдің үрім бұтағын ертіп алып, халқымның арасынан аулақ кетіңдер. Барып, өз сөздеріңе сай жаратқан иеге ғибадат етіңдер. Ірілі-ұсақты малдарыңды да өздерің айтқандай ала кетіңдер. Алмаған оң баталарыңды бере көріңдер деп өтінді. Мысыр халқы да израильдіктерге: осы елден тезірек кете көріңдер, әйтпесе бәріміз де өліп қалармыз деп жалынып асықтырды. Сонда израильдіктер қамырларын ашытпастан, ыдысымен бірге киімдеріне орап, иықтарына салып көтеріп жүрді. Олар жолға шықпас бұрын Мұса мен Харонның айтқандары бойынша мысырлықтардан күміс, алтын бұйымдар мен әсем киімдер сұрап алған болатын. Жаратқан ие мысырлықтарды өзінің халқына мейіріммен қаратқандықтан, олар израильдіктердің сұрағандарын түгел берді. Мысырдың байлығын израильдіктер осылайша олжалады. Сонымен Израильдің үрім бұтағы Рамсес қаласының маңынан Соқотқа қарай беттеді. Әйелдері мен балаларын есептемегенде, шамамен 600 000 еркек жаяу жолға шықты. Көптеген бөтен ұлттықтар да, сондай-ақ қора-қора ірілі-ұсақты малдары да бірге жүрді. Жұрт алып шыққан ашымаған қамырларынан жолшыбай күлше нан пісірді. Мысырдан жедел кетуге мәжбүр болғандықтан, олар сапарға тіпті тамақты дайындап үлгермеген болатын. Израильдің үрім бұтағы Мысырда 430 жыл тұрды. Осы мерзім біткен күн-ақ жаратқан иенің жасағы, оның халқы лек-легімен Мысыр елінен шықты. Бұл түні жаратқан иенің өзі оларды Мысырдан алып шығу үшін сергек болып күзеткендіктен, осы түн жаратқан иеге бағышталған. Оны Израильдің барлық үрім бұтағы мен келешек ұрпақтары да жыл сайын сергек болып ұйықтамай өткізуге тиіс. Бұдан кейін жаратқан ие Мұса мен Харонға былай деп нұсқау берді: құтқарылу мейрамының ережесі мынау: арнайы мейрамасынан бірде-бір жат жұрттық ауыз тимейтін болсын. Ал ақшаға сатып алған құлыңды сүндеттеген болсаң, онда оның жеуіне болады. Бірақ араларыңда уақытша қоныстанғандар мен жалдамалы шетелдіктерге одан жеуге болмайды. Құрбандық сол шалынған үйде желініп, еті ешқайда шығарылмасын. Оның ешбір сүйегі де сындырылмасын. Бұл мейрамды бүкіл Израиль қауымы тойлауға тиіс. Ал араларыңда тұрып жатқан жат жұрттық біреу жаратқан иеге бағышталған құтқарылу мейрамын тойлағысы келсе, алдымен сол адамның үйіндегі барлық еркек кіндіктілерін сүндеттеңдер. Сонда ол елдеріңнің жергілікті тұрғыны іспетті мейрамасына қатыса алады. Ал бірде-бір сүндеттелмеген адам одан ауыз тимеуге тиіс. Жергілікті халық үшінде, араларыңда тұрып жатқан жат жұрттықтар үшінде заң
біреу болмақ. Сонымен барлық израильдіктер жаратқан иенің Мұса мен Харонға бұйырғанындай істеді. Дәл сол күні жаратқан ие Израильдің үрім бұтағын Мысыр жерінен лек-легімен алып шықты.